Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет қыстық салаттың рецептімен бөлісемін, яғни қияр қосылған лечо салатының рецептін бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар: қияр қажет, ең бастысы, қызанақ қажет, тәтті болгар бұрышы қажет, сарымсақ, укроп, ащы бұрыш, осындай бүтін перец, лавр жапырағы, татымына қарай тұз қосамыз. Алдымен осындай қиярымызды салқын суға салып қоямыз 1 сағатқа. Мен алдын ала салып қойдым. Енді қызанағымызды ет тартқыштың көмегімен өткіземіз, яғни ет тартқышқа ыңғайлап 4 бұрыштап қазір турап аламыз. Жақсылап жуып алған қызанақтарымыздың түбін осылай алып тастап, ет тартқышқа өткізуге ыңғайлығы осылай турап шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңызды барлығын осылай тураймыз. Қызанақтарымызды осылай турап алдық. Енді ет тартқыштың көмегімен барлығын өткізіп аламыз. Қызанақтарымызды осылай өткізіп алдым. Қайнататын ыдысымызға құйып алдым. Яғни енді астын газдың астын жағып 20 минутқа қайнатамыз. Сол аралықта болгар бұрышын және де қиярымызды турап аламыз. Енді тәтті болгар бұрыштарымызды кез келген формада турауға болады. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай ұзыншалап соломкаға турап шықтым. Қызанағымызды ет тартқыштан өткізгендіктен ол сұйықтау болады. Сол үшін қоюлау болған қаласаңыз, болгар бұрышын көбірек қосқаныңыз дұрыс. Осылай барлығын ұзыншалап турап шығамыз. Тәтті болгар бұрышымызды осылай ұзыншалап турап алдық. Енді келесі кезекте қиярымызды тураймыз. Екі басын кесіп алып тастаймыз осылай. Тәтті болгар бұрыштарымызды осылай ұзыншалап турап болдық. Енді келесі кезекте қиярларымызды тураймыз. Жақсылап жуып алдық қиярымызды. Енді екі басын алып тастаймыз. Егерде қиярларыңыз үлкен болса, ортасына бөліп турайсыздар. Ал менікінде майдалау болса, дөңгелектеп турап шығасыздар. Осылай екі басын бәрін алып шығамыз қиярларымыздың. Қиярларымыздың барлығын турап шығамыз. Осылай мен дөңгелектеп турадым. Себебі менде қиярым майда болғандықтан. Егерде сіздерде қиярларыңыз үлкен болса, ортасынан бір бөліп турасаңыздар жетеді. Осындай шамада тураңыздар. Бұдан жұқа болса езіліп кетеді қиярларымыз. Бұдан қалың болса онша әдемі көрінбейді. Сондықтан осындай көлемде турап шығамыз қиярларымыз барлығын. Мінекей қиярларымызды осылай әдемелеп дөңгелектеп турап шықтық. Енді қайнап жатқан ет тартқыштан өткізілген помидорымыздың үстіне тәтті болгар бұрышымызды саламыз. Мінекей қайнап жатыр помидорымыз, қызанағымыз, яғни үстіне тәтті болгар бұрышымызды саламыз. Тағы да 10-15 минут қайнатып, үстіне қиярымызды саламыз. Енді сарымсағымызды мен пышақтың көмегімен турайым, майдалап. Сіздер ет тартқыштың көмегімен өткізсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады, майдалап. Мен осылай пышақтың көмегімен
жақсылап майдалап турап шығамыз. Sarımsақтарымызды осылай майдалап турап алдық. Енді келесі кезекте осы ащы бұрышымызды, яғни мен 3 үштігін қолдандым. Ащылығына қарай қолданасыздар. Менде орташа ащылықта болғандықтан үшеуін қосамын. Егер де қолдарыңыз ащы болатын болса, салатымыз қайнап жатыр. Енді келесі кезекте үстіне тураған қиярларымызды саламыз. Тағы да бір 10-15 минуттай тағы да қайнатып аламыз. Үстіне керекті заттардың барлығын салып шығамыз. Салатымыз қайнап жатыр. Қайнап жатқан үстіне осындай ірі қара бұрыштан саламыз. 200 мл, яғни осындай 200 грамдық стаканмен сұйық май құямыз. Және де 3 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз және де лавр жапырағын қосамыз. Суге 10 минут қалған кезде үстіне аскөгімізді саламыз. Сонда свежий әдемі болады салаттың ішінде. Осылай тағы да бір 10 минут қайнатып, банкілерімізді жабамыз. Өте керемет болып қайнап жатыр. Салаттарымыз дайын болды. Осылай банкаға жауып қойдық. Қыста кез келген тағаммен жеуге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Құрамындағы заттардың барлығының мөлшерін осы видеоның астында описание бөлімінде қалдырам. Өте дәмді болып шыққан, сочный, мінекей аралары осылай болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы рецептпен түсінбеген